Сау саламат тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар? Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Асыра сілтей көрме, аз болса мүмкіндік бере біл. Бірер оқиғаға тап болғанда, оның тегін тектеп, қадалған жерінен қаналмай қоймаймын деудің өзгеге де, өзіңе де пайдасы жоқ. Ақылдылар өзінен басқаның да ойын лайықты ескеріп, оған мүмкіндік беріп отырады. Сөзде де, әрекетте де қарсы жағына мүмкіндік бермей, оның жігерін құм қылып отыратындар реал өмірде аз емес. Сондықтан мұндай күн өз басыма тура қалса, қайтер едім деген мәселені де ойлау керек. Мұндай күйге тап болсыңмен-ақ өзгеге ғана емес, өзіңе де ренжисің. Өзіңнің бос белбеуіңе, дәрменсіздігіңе ренжисің. Тіпті бұл өмірде жасауымның ешқандай мән мағанасы жоқ екен деп өзіңнен күмәнданасың. Сонан барып өмірден торығасың. Ендеше мұны түсінген және өз басымнан кешірген адам қарсы жағында өзінде көруге қақылы. Өз тырысшаңдығыңның арқылы қарсы жағыңнан мықты екеніңді дәлелдесең, оның танауын тартуыңа құдіретіңнің әбден жететінін білсең, тізгініңді тарт. Қан құйылықпен қаруын, қан құйылықпен қайтарамын деп, оны жәбірлеме. Әйтпесе, өзің соққы жеп, жәбір көрген кезеңіңдей күйге түскен қарсы жағың қас жауың айналады. Бірінші, жауласудан түсер пайда жоқ. Мәселе шешілген екен, ендеше қарсы жағыңды ыңғайсыздандырып қинама. Өйтпесе, оның көңілінде дық қалады. Зардабын өзің тартасың. Аралық қарым-қатынаста әсіресе біреуге күнің түскенде, одан жәбір көрсең, өзіңді кеңге сал. Онымен салғаласуды емес, қайта мәселені шешудің амал айласын қарастыруың негізінде ал. Біреумен салғаласа кетсең, біріншіден одан береке таппайсың. Екіншіден уақытыңды, күш-қуатыңды босқа сарып қыласың. Мұнымен мәселе шешілмейді. Сондықтан мәселені басқа бір тұрғыдан, жаңа ой желісімен, басқаша жолмен шешу төтенше маңызды. Ал мәселе шешілісімен сені жәбірлеген нәрсе табиғи жоғалады. Бұл жолы өзіңе кесе көлденең болып, сағыңды сындырған адамның алдында екінші рет тағы да баруың мүмкін. Оның көңілінде дық қалған болса, көретін жабырың алдыңғы жолғыдан да асып кетуі мүмкін. Керісінше, сол жолы оған лайықты мүмкіндік қалдырған болсаң, ол сенің көшелігің мен кеңдігіңе риза болады. Келесі жолы ісіңе көп септігін тигізуі мүмкін. Екінші, адамдар ара қарым-қатынаста біреуді тығырыққа тіреме. Жауыңды досыңа айналдыра біл. Жәбір көрген адамның қандайы болса да өш алу ниетінде болады. Сонымен біреуді орайын тауып, оң жамбасқа алудың қамын жасайсың. Бұл мықтылық емес. Күндердің бірінде одан да үлкен жәбір көруің мүмкін. Керісінше, күшіңді мығымдап, немесе қарсы жағыңыз осал жерінен ұстап, оның танауын тартуға құдіретің еркін жететін кезде, осындай әбзалдылықтан орынды пайдалана отырып, салқын сабырға көшіп, күш-желік көрсету арқылы қарсы жағыңның сенімі мен алғысына бөленсең, онан соң көңілдің кірін басқаша жолмен жуып-шая білсең, онда жауласу мүмкіндігі құлан таза жоюмен бірге келіскен сенімді дос тауып аласың. Досың көбейсе, қоғамдық күш-қуатың да артады. Сонымен бірге өзіңнің жеке қабілет жағыңды, олқылықтарыңның да орнын толтыра аласың. Сонымен қорлық көруден де аулақ боласың.